Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ең оңай әрі тез дайын болатын куриный рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар: тартылған тауық еті, жұмыртқа, ірімшік, аскөк, пияз, майонез немесе қаймақ және ұнтақ ботқасы, яғни манная каша. Жұмыртқаларды жарып, бір ыдысқа саламыз. Үстіне майонезді саламыз және бір шай қасық манная кашаны саламыз. Венчиктің көмегімен қоспаны жақсылап араластырып аламыз. Ірімшікті үккіштің көмегімен осылай өткізіп аламыз. Жаңағы қоспамызға үккіштен өткізілген ірімшікті салып, жақсылап араластырамыз. Противеньді алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, асты жабысып қалмау үшін осылай майлап аламыз. Содан кейін қоспамызды противеньге салып, жақсылап бір қалыпты етіп жайып аламыз. Осылай тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Тартылған тауық еттің үстіне ұсақтап туралған пиязды, аскөкті, жарты шай қасық тұз және қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырамыз. Он 15 минут өткеннен кейін пештегі дайын болған рулеттің сыртқы қабатының үстіне жақсылап араластырылған тауық етін теңдей етіп жаямыз. Менде осылай болып шықты. Әрі қарай шеткі жағынан бастап осылай ораймыз. Пергамент қағазын ауыстырып алсаңыздар да болады. Осы рулетті противеньнің ортасына орналастырып, үстін пергамент қағазымен орап, жауып тастаймыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пісіреміз. Рулетіміз дайын болды. Өте дәмді әрі оңай дайындалады. Рецептім ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп,
қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар достар.